Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Кеш жарық. Қалдарыңыз қалай? Бүгін Астанада өте қатты күн ыстық. Ауа жоқ. Ыстық десе ыстық дейміз, салқын десе салқын дейміз. Барлығы ауа райы керемет. Барлығы да ұнайды. Блин, алдым дайын айран. Жұмыстан келе жатырмын. Қыздар міндетті түрде осындай салат жасап көріңіздер. Қазіргі свежий капустамен өте дәмді шығады екен. Осындай вкусный. Салат жасадым. Дәмі деген енді сочный, мощный екен. Кориандр, тұз, қант, уксус құйылады және ысытылған май құйылады. Дәмі деген енді керемет. Қыздар, салатты жеп жатырмын енді, дәмі деген керемет. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз кешкі прогулкаға шықтық. Шашликке бара жатырмыз. Күн ыстық, кешке салқын киініп алдық. Сіз жаман өйнесің бе? Адикон! Не? Дикоша! Жаны! Нұрсұлтанның көзіне маса кіріп кетіп, ойбой, бір айқай-шу шулап алдық. Далада жел. Біз келетін шашлычок, өсердің шашлик әдемі. Адикошаның әдеті далаға шықса шашликке барайық дейтін. Иә, осылай қоя сал. Ал кетсі керек, папандардың заказ беріп жатыр ғой. Ал біз кеп қалдық. Адико-дикон өзінің донерін жеп отыр. Салат заказ берді. Фанта заказ бердік және донер. Еще қазір шашлик келеді, Адикон? Ал ас болсын. Мама, пиша. Келе жатып Нұрсұлтанның көзін маса шағып. Масқара. Маса кіріп кетті ма? Не кіріп кетті өзі? Бір шым кіріп кетті, е? Мама, мен жер кіріп. Қаласы, мама. Сосын шақты. Шаққан жоқ қой, ол жай кіріп кетті ғой. Көзіне мышке кіріп кетті. Жоқ, өстіп. Қара. Шақты ма? Бірнесі қатты ауырды. Әйтеуір шардық, е? Көзін оқалап әйтеуір шықты. Қанаты. Қап-қара ол. Бізде Адиконың өзінің донерін жеп отыр, е? Сені маса шақты ма? Өткенде сен маса қолында шақты, е? Походқа барғанда, е? Қолы дәл өтісіп кетірмәс. Мама да апашым ауырды. Басында шақты, е? Қазір кетті ғой. Шақпайды, е, сені? Масалар сені жақсы көреді ғой олар. Адикон тәтті деп сені Астананың масалары, е? Адикон сені аяғын шешіп өтсе? Аяғын шешіп өтсе сенде? Алдында папа сөйтті. Аяғынды көтеріп отыр. Басып. Жоқ, жерді баспа, аяғынды көтеріп отыр.
жерде бүйтіп отырмыз. Жаным аспасын. Далада. Біздің мына жерде джипіміз тұр, иә? Toyota Land Cruiser. 350 ба, 150 ба? 150 ба? Toyota жоқ ана еді. Біз шашлычокқа келдік, заказымызды күтіп отырмыз. Заказымыз келгенше шыдан келетін ойын ойнаймыз. Шыдан келетін сөздерді айтамыз. Шашлычок дегеннен шыдан келетін сөздерді айтамыз, иә? Кім жеңіліп қалады? Кім жеңіліп қалады? Мынау лимонды жейді. Ал бастаймыз, кеттік. Нұрсұлтан баста. Біздің шашлығымыз кеп қалды. Әркім өзінің шашлығын алсын. Өрчудің шашлығы ұнайды, иә? Аспасын дегош. Нұрсұлтан любимый шашлыга, иә? Ал видеомызды жалғастырамыз. Шашлығымызды жеп болдық. Аспасын. Жаңағы ойынымды ойнаймыз. Кім жеңіліп қалады? Ең соңғы сөзді айтып, мынау лимонды жейді. Ал Нұрсұлтан баста. Шыдан бастаймыз. Айтпаңдар. Ішіңе дайындап отырсай, айтпаңдар. Шөп. Ей, лас, не? Ша ғой? Шушқа. Шабаш. Шапалақ. Мен айтам. Штор. Нұрсұлтан. Шолпан. Шаш. Шахмат. Мен щетка деймін. Ал сен айт. Айтал. Апельсин. О, да. Ал Нұрсұлтан. Уже шын ұмыт қалдыңдар ма? Маған бері бүкіл әріптерді айтып тағамыз ғой. Шалбар мысалы. Шалбар. Не? Мысалы, жандыратын не ана? Жандыратын. Спичка. Шырпы десе қазақша? Шырпы. Ал, құрмаш. Водительді шопыр. Шопыр, иә. Мен шай деп айтам. Нұрсұлтан. Құрмаш. Шашлик чок. Ал әдемі. Шашин. Шорты десе, манадан бер сөздерін қайда? Құрмаш. Мен тоқта ойланып ай. Айт давай. Мен. Мама, мен. Ай, сен айта бер шал. Шелпір. Шелек десе, шелпір не? Шелпір деген сөз болмайды ғой? Шелек десе, Шланка. айтты, Құрмаш айтты. Шлагбаум. Шлагбаум де, я ал дияс. Шелек. Шелек айтылды. Шие десе, Шие. ұмыт қалдыңдар ғой? Мен айтам шана. Сен айт. Шлабра. Мен сөзім шлабра. Мен каждый знает. Ал сен ал, шлабра дедің, иә? Дияс. Шөп. Шөп айтылды. Шал. Шал, дұрыс. Дияс. Давай, қазір сен жейсің. Жейсің. Заман. Жаман, иә. Ұтылдым. Давай сен жейсің. Та-та-та-та, лимон жейді құрмағазы. Жегілдім дейді. Жіберсе ғой шөп қой жай. 1, 2, 3, баста. Қиын деп отырсыңдар. Ал, давай, же. Ау, шапалақ. Шапалақ. Ал, әдекі шапалақ ұрағатыр. Сен дым жеген жақсың ғой, дым жеген жақсың. Ал, достар, сондай ойынымыздан бізде құрманғазы қалып қойды. Сондықтан біздің ойын қызық болса, лайк басып, комментарий басып жазыңыздар. Сау болыңыздар. Пока.